Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте әдемі Микимаус ободогын жасайтын боламыз. Ең алдымен менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне осындай Микимаус ободогын және де резинкасымен жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен ободок, қара түсті фомиран және де жылтыр фомиран, өзіңіздің қалауыңыз бойынша, және ыстық клей қажет. Және де осындай трафарет керек. Ең алдымен осылай шеңберімізді сызып аламыз. Оның сантиметрі 3,5 сантиметр. Міне осылай бастырып аламыз. Ручкамен бастырсаңыздар көрініп қалуы мүмкін. Міне осылай ортасынан 1 сантиметрдей алып, дәл сол жерден шеңберімізді домалақтап сызып аламыз. Міне бізде дайын, осындайдан екеуі қажет. Міне диаметрі 3,5 сантиметр. Міне осылай құлағы болады. Енді қазір бантын жасайтын боламыз. Міне осылай сызып аламыз. Енді сызғанымызды қиып алатын боламыз. Міне бізге осындайдан 4-еу қажет болады. 2 құлағына және де резинкасын жасайтын боламыз. Резинкасын жасамасаңыздар да болады. Енді оларды ободогымызға жабыстыратын боламыз. Осылай жабыстыратын боламыз. Осылай арасына бантымыздың арасына клеймімізді жабыстыратын боламыз. Осындай қиып аламыз да ортасына жабыстыратын боламыз. Енді желіммен жабыстыратын боламыз. Міне бізде бантымыз дайын. Осында банттан 4-еу жасайтын боламыз.
жерін осылай қиып жіберейін. Міне бізде банттарымыз дайын. Енді оны ободогымызға жабыстыратын боламыз. Құлағын міне осылай астың жағын жабыстырып аламыз. Міне осылай бір келкі кілелеп шығамыз. Ашылып қалмайтындай болуы тиіс. Енді екінші құлағында дәл солай желімімізбен жабыстырып шығамыз. Осылай желімдеп аламыз. Осындай артық қалып қалған жерлерін қиып алып тастаймыз. Енді бантымызды ыстық желіммен жабыстыратын боламыз. Міне осылай жабыстырып аламыз. Сонымен бізде ободогымыз дайын. Енді резинкасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жылтыр фомиран және де резинка керек болады. Осылай бағанағыдай бантымызды жасап аламыз. Бірақ артқы жағына резинкамызды жабыстыратын боламыз. Ыстық желімімізбен жабыстырамыз. Артық жерін қиып тастаймыз. Дәл осылай резинкамызды жабыстырып шығамыз. Бізде резинкамыз дайын. Бізде сонымен осындай өте әдемі ободок пен резинка шықты. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Арай. Менің парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.